Сәлем достар, сіздермен Teacher Dina. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілін нөлден бастап үйрену сабақтар желісінің 4-ші сабағын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта ағылшын тілінде жиі кездесетін сөздер туралы сабақ үйренеміз. Бұл видеодан кейін ағылшын тілінде 100% сөйлеп кетпегенмен, өзіңізге ағылшын тілін үйренуде неше қадамдар жасайды деген сенімдемін. Ендеше кеттік. Ағылшын тілінде ең көп кездесетін сөздің бірі I am. I am деп отырғанымыз, егер де мен өзім туралы бір ақпарат бергім келетін болса, дәл осылай бастаймын. Мысалы, I'm Gary. Nice to meet you, Gary. келесі сөз my, аудармасы менің. Егер мен өзімнің аты жөнімді айтқым келсе, my name is Dina деп айтамын. Name аудармасы есім. My name isn't Julie, it's Julia. Келесі сөз he, аудармасы ол. Тек қана ер адамдарға айтылады. He's a boy. Boy аудармасы ер бала. Ол ер бала деп айтатын болса, he's a boy деп айтады. No, he's in London. He'дан кейін бұл жерде міндетті түрде is болады, себебі одан кейін зат есім келіп тұр. Ал he'дан кейін етісті келетін болса, онда is болмайды. Келесі сөз she. Бұл сөзді біз тек қана әйел адамдарына, яғни қыз балаларға айта аламыз. Мысалға, she's a woman. This is Julia. She's our new trainee. Ол әйел, she's a girl, ол қыз бала дегенде қолдана аламыз. Келесі жиі кездесетін сөздің бірі ол you. Егер де мен біреу туралы ақпарат айтатын болсам, you are деп You're Gary Fenton. бастаймын. Мысалға, бұл сөйлемде you are my close friend. Аудармасы сен менің жақын досымсың. Келесі сөз they. Аудармасы олар. They көпше түрге қолданылады, сондықтан they are деп айтамыз. Мысалға, they are students. Олар студенттер. Келесі сөзіміз we. Аудармасы біз. We like to watch films together. Біз бірге кино қарағанды жақсы көреміз. Like аудармасы ұнату, watch қарау, film кино, together бірге. Енді бұл жерде біз ойдан кейін бірден like, яғни етістік айтатын болғандықтан we are деп айта алмаймыз. We are деп біз егер де ойдан кейін зат есімді қоятын болсақ, сол кезде ғана айтамыз. Ал бұл жерде етістік, сондықтан бірден we like деп айтып тұрмыз. Келесі жиі кездесетін сөздер сөйлемдер арасында болады. Олар but, бірақ, and және because себебі. Келесі сөзіміз this. Аудармасы мынау. Бұл сөзді біз егер де қандай да бір зат дәл қасымызда жекеше түрде болатын болса ғана қолданамыз. Мысалы, this is an apple. Мынау алма. Алма біреу және қасымызда. That. Анау. Бұл сөзді біз алыста тұрған бір зат үшін қолданамыз. Мысалға, that is an apple. Анау алма. Алма біреу және алыста. Келесі сөзіміз these. Аудармасы мыналар. Бұл сөзді біз жақын жердегі бірнеше заттар үшін қолданамыз. Мысалға, these are apples. Мыналар алмалар. Those. Аналар. Бұл сөзді біз алыстағы бірнеше заттар үшін қолданамыз. Мысалы, those are apples. Аналар, алмалар. Міне достар, сабағымызды аяқтайтын уақыт келді. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі сабақта сөздердің дұрыс оқылуы туралы үйрететін боламын. Сіздермен бірге болған Teacher Dina. Сабақ ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Goodbye.